Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай вафельницасыз тавада пісетін, қытырлақ болып шығатын керемет вафлилер дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Вафлиларды дайындау үшін ең алдымен біз ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Осы жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз, яғни әппақ болғанша жақсылап тұрып миксерлеп аласыздар. Осындай миксерлеп алғаннан кейін осы массамызға, яғни жұмыртқалы массамызға біз сүтімізді және де ертілген сармаймызды, жақсылап тұрып ертілген сармаймызды қосып, тағы да бір айналдырып аласыздар. Кейін осыған електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да миксердің көмегімен түйіршіктер қалмайтындай етіп, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Араластырып алғаннан кейін біз осы вафлиларымызды пісіреміз. Ең алдымен табада, қызып тұрған табаға осылай 2 ас қасық немесе не болмаса 1,5 ас қасық қамырымызды құямыз да, осындай етіп табаның барлық бойына жағып шығасыздар. Содан кейін екі жағын кезек-кезек 2 минуттан қызарғанша пісіріп аласыздар. Міне мен біріншісінде құйғанда қалыңдау етіп құйдым. Осындай етіп құйғаннан кейін екінші жағына аударып алдым. Кейін оны барлығын табадан алған бетте трубочка секілді етіп орап қоясыздар. Міне видеодағыдай етіп. Ал егерде қытырлақ болсын десеңіздер, 1,5 ас қасық қана, яғни жұқа етіп пісіресіздер. Қалың болса ол қытырлақ болмайды, сондықтан жұқа қылып жақсаңыздар қытырлақ болып шығады, кәдімгі вафлилар секілді. Осындай мен екіншісінде жұқа қылып пісірдім, екі жағында қызартып алып, оларды да осындай етіп пісіріп алдым. Өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.